Баршаңызға сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пышный булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, өйткені алдағы уақытта көптеген оригинал рецепттермен бөлісетін боламын. Және видеоны соңына дейін көріңіздер, барлық құпиялармен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жылы сүт керек. Мен алдын ала ыдысқа құйып алдым. Және оған жылы суымызды қосамыз. Шекерімізді қосамыз. Дрожжды қосқанда үнемі оның сұрағына қараңыздар. Енді дрожжымызды қосып аламыз. Шым-шым тұзымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майымызды қостық. Бір жұмыртқамызды қосып араластырып алыңыздар. Ұнымызды елегезектен өткізіп алыңыздар, өйткені бұл тестамыздың көтерілуіне көптеген септігін тигізеді. Енді қолмен осылай илеп алдым. Ұн қосқанда көп қоспаңыздар. Қамырларыңыз қатты болмасын, жұмсақ болсын. Және соңында мен осылай сармайды қосамын. Бұл сармайды тек соңында қосыңыздар. Сонда сіздің тестаңыз жұмсақ, әлі тез көтерілетін болады. Тестамызды 1 сағатқа қойсаңыздар болады, немесе 30 минутта. Мен 1 сағатқа қойдым, 2-3 мәрте қайтардым. Бұл булочкамыздың көтерілуіне септігін тигізеді. Менің қамырым осылай көтерілді. Және қамырымызды араластырып, мен кішкентай шариктерге бөліп қойдым. Осылай шарикке бөліп қойып, 15 минутқа бетін жауып қойыңыздар. Қамырымызды алып, қалаған формаларыңызды сезсеңіздер болады. Әлде мен құсап осы видеодағы формаға келтірсеңіздер тез әрі оңай. Осылай мен тағы да жарты сағатқа қойдым. Бұл жерде менің тестам көтерілген кезі байқасаңыздар. Және бетіне жұмыртқаны жағып, мен әсел печкаға пісірдім. Булочкамызды 180 градуста 35-40 минутқа пісіріп аласыздар. Бетіне күнжіт, мак, не болмаса сеппесеңіздер де болады, өз қалауларыңызға қарай. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер түсінбеген болсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.